Алакөл көпсалалы колледжінде жылдар бойы ұстаздық еткен Шаяхметов Байкал Нығметұлының зейнеткерлікке шығу мерейтойы қарсаңында Жетісу облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушылары арасында волейболдан турнир өтті. Енді Байкал ағамыз ұстаздардың ұстазы, өзінің білімімен, байсалдылығымен осы күнгі зейнеткерлікке жетіп отыр. Тарлан спорт кешенінде жалауын көтерген волейбол додасының ашылу салтанатында Алакөл ауданы әкімінің орынбасары Мәулен Төлеубекұлы Төлеужанов, облыстық мәслихат депутаты Алмат Тезекбайұлы Сәдиев және ардагер әріптестері сөз сөйлеп, ізгі тілегін білдірді. Ұстаздық еткен жалықпас демекші, осы білім саласын қуалап 1986 жылы жап-жас болып, осы мекемеге қызметке орналастық. Содан бері міне аттай 38 жыл өтіпті. Бүгін міне зейнет жасқа шығып, осындай әріптестерім волейболдан турнир өткізіп жатыр. Осы әріптестеріме көп-көп рахмет. Ардақты ұстаз еңбек жолын 1987 жылдан бастап, Алакөл көпсалалы колледжінде өндіріс шебері, механик, жатақхана коменданты, аға шебер, дене тәрбиесі мұғалімі, алғашқы әскери дайындық пәнінің ұстазы болды. 40 жыл еңбек етіп, осы бір ғана колледжда студент болып келіп, жаңағы дипломын алып келіп, одан кейін осы жерден ғана зейнеткерлікке шығып бара жатқан Шаяхметов Байкал Нығметұлының құрметіне осы облыс деңгейіндегі жарысты өткізіп жатырмыз. Бұл дегеніңіз енді ұлағатты ұстаздың еңбегін бағалау, ол кісілердің еңбегінің өлшеусіз екеніне аз да болса да құрмет көрсету, өсіп келе жатқан жас ұрпақтар соны көріп сабақтастықты білуі. Турнирге Жетісу облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, оның ішінде Алакөл көпсалалы колледжі, Сарқан политехникалық колледжі, Сарқан көпсалалы колледжі, Ақсу политехникалық колледжі, Қапал кәсіптік техникалық колледжі және Тоғжайлау политехникалық колледжі қатысты. Айта кетейік, бұл жарыс Жетісу облысы білім басқармасының дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми тәжірибелік орталығының және Жетісу облысы білім басқармасының Алакөл көпсалалы колледжінің ұйымдастыруымен өтті. Жеңімпаз командалары кубок, медаль, дипломдар және арнайы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.